Гүлшат Тотова 1993 жылы Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында театр және кино актері мамандығы бойынша білім алған. Бүгінде Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актрисасы. Гүлшат апай, қайырлы таң, студияға қош келдіңіз. Қайырлы таң. Өзіңізді үлгі тұтар актриса ретінде жақсы танымыз. Көрерменмен қауыштырып, осы соңғы жаңалықтарыңызбен бөлсін деп арнайы бағдарламамызға шақырдық. Барлығымыз жақсы білеміз. Әуезов театрында Қыз жібек спектаклінде керемет рөлді сомдайсыз. Осы сахнадағы Гүлшат пен өмірдегі Гүлшаттың болмысы ұқсайды ма? Кейбір кейіпкерлер ұқсайды. Кейбір кейіпкерлерім ұқсамайды. Мысалыға шашын жылып қолына беретін әйелдің образы ол мен емес. Иә. Бірақ сахнада ондайды жасауға тура келеді. Ана образы, балаға деген мейірімін көрсететін образдар ол мен. Өзімнің әлі күнге дейін ойнамаған рөлдерді ойнағым келеді. Қандай рөл ойнамадыңыз? Мысалыға қандай рөлді айтсам болады? Мысалыға тарихи рөлдер, тарихтағы қалған әйел образдары ойналмады әлі менде. Мұхтар Әуезовтің шығармасында болсын, Шекспирдің шығармасында болсын, қандай шығарманы алса да тарихи ойналмады. Енді сізді соңғы кездері тележүргізуші ретінде де байқап жүрміз. Енді тележүргізуші дегенде ол қалай айтсам екен? Ол енді менің өмірден алған тәжірибемді көрсету шығар деп ойлаймын. Ал актрисалық өмірім ол менің профессиям дейді ғой, менің кәсібім. Нәсібім, ол менің наным. Ең негізгісі мен актрисам. Шақырған жерден қалмайсыз ғой, не болса да? Шақырған жерден қалмаймын, шақырмаған жерге бармаймын. Бәрекелді. Ұжымыңыз Астанада өтетін экспо көрмесінде өз өнерін көрсетеді екен. Сіз де солардың қатарында бар шығарсыз. Иә, экспо барамыз. Ол жерде біздер 10 шақты спектакльді көрсетеміз. Әуезов атындағы драма театрының күнделікті жүріп жатқан спектакльдері. Сол спектакльдерде мен 5 спектакльінде өнер көрсетемін. Басты рөлі бар, орташа рөлі бар деген сияқты эпизодтық рөлдерде, массада болсын. Қыз жібекте барсыз. Иә, Қыз жібекте мен Төлегеннің анасының рөлін сомдаймын, Қамқа. Ол енді Қыз жібек біздің театрға өте керек деп ойлаймын. Өйткені біздің театрымызда сол фильмді аңыз болып қалған Бекежан ағамыз, Асанәлі ағамыз ойнайды. Одан Қыз жібегіміз Меруерт Өтекешева біздің театрда, Төлегеніміз Құман Тастанбеков біздің театрда. Енді әрине біздің театрға осындай Қыз жібек сияқты қойылымдар қойылу керек деп ойлаймын. Ол өте дұрыс шешім қабылдады біздің басшыларымыз деп. Қазір етене кірісіп, жеңді түріп жұмыс істеп жатырмыз. Жақсы. Енді бүгінде актерлікке қызығатын жастар көп. Осы орайда жалпы қыз балаға актер, актриса болу сіздің ойыңызша дұрыс па, әлде бұл жол ауыр жол деп санайсыз ба? Жеңіл жолмен жүрудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Ауыр болса да, егер жаның, тәнің сүйіп тұрса, баруға болады. Бірақ менің бір қатты қынжылатыным көшеден келіп актриса болмасыншы. Мен не үшін оқыдым, мысалға 4 жыл. Сол еңбегімді зая кетіріп, жай әшейін көшеден келіп актриса бола салу деген мен үшін өте үлкен қателік деп ойлаймын. Егер ол білімімді алып келетін болса, мен кей кезде осылай сөз, неге сіз осы актриса, ол оңай ғой, көшеден келіп шақыра сал, ойната сал деген сияқты әңгімелер болып жатады ғой. Сол кезде мен осындай сұрақ қоям. Сен маған екінші пландағы образыңды, осы қазіргі мынау жүргізушінің екінші планын ойнап берші маған деп айтқым келеді. Ал ойнап бер, егер сен шынымен талант болсаң, сен ойнап бересің. Егер шынымен талант болмасаң, онда сен оқу сені үйретеді. Яғни сіз мынау сән конкурстарына қатысып шығып, не болмаса ән айтып жүріп актриса бола салайын деген жастарға қарыңыз ашады. Мысалыға мені алып акушерка жасап қойса, мен бала босандыра алмаймын.
тура сол сияқты роль да мен үшін бала. Мен ол рольді 2-3 ай дайындасам да, ол менің образым. Мен оны жасадым, одан құлақ шығардым, шашы қандай болады, мұрны ғана, көзі қандай болады. Мысалыға мен Жібектің анасы қандай, біз басынан аяғына дейін, оның тырнағына дейін жазамыз. Ол қайдан туды, ол қайдан келді, неге бүйтіп сөйлеп жатыр, неге ол ашуланды, неге ол зарын айтып жатыр, неге ол өлең айтып жатыр. Осының бәрін астарын тапқаннан кейін барып образ туады. Ал біздегілер көшеден келеді да, мен ойнай салам, мен қазір Қыз Жібекпін деп. Сонымен қатар сіз киноларда түсесіз, Ән аға сериалында, Шәмшінің жарының образын сомдадым. Көңіліңізден шықты ма? Бұл жерде ол образда орысша сөйлеу керек болды, бірақ менің тілім онша орысшаға келіңкіремей қиналып қалдым. Сол жерінде ғана, ал бірақ мен ол образды нақты алып шықтым деп ойлаймын. Өзіме. Сіз алдын ала дайындалдыңыз ба? Хабарласып, сұрастырып деген сияқты. Мен барып хабарласып сұрастырған жоқпын. Маған сол сценарийді берген кезде режиссердің көмекшісі маған барлығын түсіндіріп айтып берді. Ол кісі осындай болған. Сіз тура соның өзін сомдайым деп әрекет жасамаңыз, өзіңізге жақын дүние жасаңыз. Сонда Шәмшінің жары шығады деген ойдамыз деп. Содан кейін менді әйелді түсінеді ғой. Текст бойынша берілген әйелдің образын әрбір сөзінен іздедім да, сөйтіп содан жақсы кез келген әйел жарын қызғанады. Ренішін, өкпесін көрсеттіңіз ғой. Ішіндегі реніші бар, өкпесі бар, баласына деген бәрібір әйел отбасын сақтап қалу үшін бәрін кешіреді. Кешірімділігін көрсеттім көбінесе. Ер азаматты биікке көтерткізіп, әйел өзінің әйел екендігін сезіндіретін сол отбасындағы жәнегі шеге болып отырғанын, сондай әйел образын жасадым. Ал енді хабар арнасының жаңа маусымында көрерменге жол тартатын Қария сериалында қандай рөл сомдадыңыз? Қария сериалында мен эпизодтық рөлде ойнадым. Ол жерде бармысың бауырым бағдарламасын жүргізетін жүргізушінің образы. Ол жерде де негізі Қымбат Досжан болады. Қымбат Досжанның образын жасадым десем болады. Көңіліңізден шықты ма? Көңілімнен шықты, өте ерекше бір өзі Қымбат Досжан байсалды, тура сол сияқты байсалды сөйледі. Тілі де жұмсақ. Бармысың бауырым бағдарламасына қош келдіңіздер деп әдемілеп жеткіздім. Сол жерде образда ойнаған, жылап отырған, бүкіл ішіндегі ізденістерін бәрін көрсетуге тырыстым қасымдағы отырған кейіпкерлердің. Енді эфирге жол тартқан кезде көре жатармыз қалай болып шыққан. Мінекей осындай сәтте көшеден келген актриса болса ойнай алмас еді. Жүргізушінің де рөлі бар. Сіздердің де рөлдеріңіз бар деген сөз. Түп мақсаттарыңыз бар деген сөз. Соны жетігіне жете білу керек. Енді Гүлшат, бүгінгі күнге дейін көптеген рөлдерді ойнадыңыз, сомдадыңыз десе де бір арман бар шығар. Негізі ойымда жүреді, үлкен және айтып жатырмын ғой, мен тарихи дүниелерді, үлкен ханшайымдарды, үлкен ананың образын, мысалға Әмина Өмірзақова сияқты анамыздың образдарын, Сабира Майханова сияқты образдарын солай сомдағым келеді. Мысалға Ана жер анадағы образдардың әрқайсысын жер ана болсын, Толғанай болсын, қайсысын алса да, ол үлкен образ. Сондай образдарды сомдағым келеді. Домалақ ананы сомдағым келеді. Ол да үлкен тарихи дүние ғой. Сондай образдарда беріп жатса, Тұмар ханшайымды сомдағым келеді. Соның есейген, сақ елін сақтап қалған кезін, жастық шағы емес, есейген кезін, менің жасымнан үлкейген кезі болса, сомдар едім. Енді қазіргі таңда өнер мектептері ашып жатыр. Екінің бірі ашып жатыр деп айтсақ болады. Енді сол жерде ұстаздар керек. Ұсыныстар келіп жатыр ма? Сабақ берсеңіз,
шәкірт тәрбиелесеңіз деген. Иә, болады, осылай жекеменшік мектептерге келіп солай сабақ берсе екен деп. Бірақ кейде ішім оған онша барғым келе бермейді. Не себепті? Ол жерде көп талап етеді ғой. уақытта емес мәселе. Ол жерде иә, профессионализм аз болады ау деген. Бостан босқа баланы басқа қырына жіберуге дұрыс ау деп ойлаймын. Яғни бір ай көлемінде ол бірден ол мамандықты игере алмайды ғой. Әрине, ол баланың өзінің таланты болмаса, бостан босқа оны апара берудің, содан бірдеңе шығарудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Егер музыкалық жағынан, актерлық жағынан емес, музыкалық жағынан болатын болса, бір инструментті ойнауға онда болады. Кішкентай 3 жасынан, 3-ші класс сыныптан бастап оқытуға. Егер актерлық жағынан 7 жасынан бастап беріп жатады кейбіреулер. Егер кішкентай балалардың өзінің таланты жылынып тұрған балалар болса, онда олмен жұмыс жасауға болады. Ал егер жоқ, айтқаныңды тыңдамай, маған кәмпитпен су ішкім келіп кетті, жасамай. Оның анасын жүйке жүйесі тозып. Ол үйтіп тоздырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Яғни баланы икеміне қарай жіберген дұрыс. Әрине, иә, икеміне қарай жіберген дұрыс. Спорт болса спортқа, сурет салатын болса сурет үйірмесіне, билесе биге, солай. Жақсы. Гүлшат, студиямызға келіп қызықты сұхбат бергеніңізге рахмет. Енді экранның ар жағында көптеген көрермендеріміз отыр. Соларға бір таңғы тілек айтсаңыз болады. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Әрбір атқан таңдарыңыз шуақты болсын, күндеріңіз сөнбесін дегім келеді. Хабар арнасындағы жаңа күн бағдарламасын күнде көріңіздер деген тілек білдіргім келеді. Рахмет. Рахмет.